Сәлем достар, сіздермен бірге Жанат. Бүгін біз сіздермен осындай әдемі испанский чизкейк дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен сүзбелі ірімшігімізге барлық қантымызды қосып, оны әдемілеп миксерлейміз. Миксердің жылдамдығы алдымен төмен жылдамдықта болады. Яғни барлық миксерлеу бойында чизкейкті дайындау барысында миксердің жылдамдығы төмен жылдамдықпен жүргіземіз. Осылай бір қоймалжың массаға келгенге дейін сүзбелі ірімшікпен қантымызды миксерлеп аламыз. Одан кейін жұмыртқаларымызды бір-бірден саламыз. Осылай бірінші бір жұмыртқамыз салып миксерлейміз, араластырамыз. Одан кейін екінші жұмыртқамыз салып араластырамыз. Одан соң үшіншісін салып араластырамыз. Солай әрқайсысын бөлек-бөлек араластырып аламыз. Бұл чизкейк жеп көрмегендер, істеп көрмегендер болса кеңес беремін істеп көруге. Өте оңай жасалынады. Жұмыртқаларымызды араластырып болғаннан кейін кілегейімізді құямыз. Кілегейіміз бөлме температурасында болуы қажет. Қатты салқын болмау керек. Кілегейімізді араластырып болғаннан кейін үстіне ұнымызды саламыз. Бөліп осылай. Сонда комок болмайды. Осылай ұнымызды салғаннан кейін 3-4 минут миксерлеп аламыз. Барлық жан-жағын бәрін ұнымызды кіргізіп, енгізіп 3-4 минут миксерлегеннен кейін осындай мына сұйықтау болған масса пайда болады бізге. Бұл дайын массамызды алып қойып, формамыздың ішіне пергамент қағазын әдемілеп осылай төсеп аламыз. Пергамент қағазын төсегеннен кейін үстіне массамызды құямыз. Массамызды құйып болғаннан кейін осылай жан-жағында пергамент қағаздарын кесіп алып тастаймыз. Пеште мешайт етпес үшін дайын болған массамызды қызып тұрған пешке 200 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Осылай формадан тез алынады. Бұл чизкейкті неше түрлі ягодалармен, жидектермен немесе шоколадпен жесеңіздер болады. Жай өзін жесеңіздер де өте керемет дәмді чизкейк шығады. Мына қараңыздар, пергамент қағазынан да өте оңай шешіледі. Жасалуы көрдіңіздер. Менде максимум 10 минут кеткен шығар барлығын дайындап пісірудің барлығына. Ал пісіру сол 40-45 минутта пісіп шығады. Бұл чизкейкті міндетті түрде суытып барып кесесіздер, әйтпесе отырып қалады. Ас болсын, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.